Құрметті студенттер, саламатсыздар. Бүгінгі сабағымызды біз саяси идеология тақырыбын өтетін боламыз. Енді біз бұның алдында сабақтарда айттық, біздің тақырыптарымыздың бәрі енді саясатпен тығыз байланысты болғандықтан, ол саясат немен өте былай тақырып тұрғысынан бір-бірімен тығыз байланысты. Біріншіден мемлекеттік басқару жүйесімен, екіншіден билікпен тығыз байланысты. Сондықтан бүгінгі біздің өтетін мынау саяси идеология тақырыбы да әрине қоғамның саяси жүйесімен де байланысты болады, және тікелей әрине билікпен де тығыз байланысты болады. Бірақ бұл жерде сәл еске салып өтейік, құрметті студенттер. Мынандай бір сұрақ туындауы мүмкін. Енді бұл идея деген өзі саяси идеологияның саясаттағы орны қандай? Бұл идеология деген сөз өзі қайдан шыққан? Бұл идеялар не үшін қажет деген бір сұрақтар туындауы мүмкін. Сондықтан біз саяси идеология сұрағын бірінші сұрақтан бастайық. Енді ағылшынша жасайық қысқаша. Бірінші сұрағымыз: What is ideology? Яғни идеология дегеніміз не деген сұрақтан бастайық, қысқаша түсіну үшін. Құрметті студенттер, енді идеология деген ұғым негізі бұл қысқаша бүйтіп жазайық. Идея және логос деген сөзден шыққан идеология. Яғни логос дегеніміз ғылым, не туралы ғылым? Идеялар туралы ғылым. Бірақ мынандай сұрақты туындауы мүмкін. Қандай идеялар? Кез келген идеяларды негізі саяси идеологияның ішіне қарастыруымыз мүмкін ба? Сондықтан қандай идеялар деген сұрақтар туындайтын болса, біз бұл жерде Антони Даунс деген бір ғалым бар, біз соған сүйенетін боламыз. Антонио Даунс өзі бір жағынан осы идеяларды жалпы зерттеп, what is ideology, яғни идеология деген не деген сұраққа жауап іздеген өзі бір ғалым. Саяси тұрғыдан, саясаттануда идеологияны Антонио Даунс негізі екіге бөліп қарастырады. Қалай түсінуге болады? Біріншісі, яғни Антонио Даунс мынау қоғамда қалыптасқан жалпы билікпен, әрине, одан бөлек тікелей саясатпен қоғамды мемлекеттік басқару идеяларды екіге бөліп қарастырады. Оның біріншісі мен қысқа жазам сендерге. Біріншісі, яғни қоғамдық өмірді жақсартуға бағытталған идеялар. Біз бұның алдында сабақтарда не дедік? Саясаттану ол қоғамды басқару өнері дедік. Солай емес па? Сондықтан қоғамды басқару өнері болғандықтан Антонио Даунс айтады, қоғамды жақсартуға бағытталған идеялар және бұл идеяларды іске асыру, яғни қоғамның өмірін жақсарту үшін не істеу керек деген сұраққа жауап іздеп туындаған идеялар не болып табылады? Әрине біздің саяси идеологияның тақырыбына кіреді. Ол бірінші тақырып. Енді екіншісі әрине саясаттану енді билікке негізделгендіктен Антонио Даунс мысалға билікке негізделген идеялар деп екінші бір категорияға бөледі. Билікке негізделген идеяларды, құрметті студенттер, дұрыс түсініңіздер. Бұл жерде енді билік дегеніміз ол қоғамды басқарып жатқан тұлғалар. Солай емес па? Енді қоғамды басқарып жатқан тұлғаларды біз бұның алдында сабақта нешеге бөліп қарастырдық? Кім айтады? Элита және контрэлита. Демек, жалпылама, бүйтіп алып қарайтын болсаңдар, саясатта біріншіден, яғни билікке негізделгендіктен, билікті сақтап қалатын идеялар бар, сақтауға негізделген. Екіншісі, сол билікті не қылу,
өзгертуге негізделген идеялар деп айтамыз. Біз енді жалпылама мынау енді осы идеяларды, Антони Даунстың идеяларын негізге алатын болсақ, біз жерде тағы бір сұраққа, екінші бір сұрақ туындайды. Ол жаңағы тығыз осы what is ideology? Идеология дегеніміз не деген сұрақтан туындайды. Осы жерден біз нені шығарамыз? The major ideologies. Yani the major дегеніміз негізгі идеологиялар. Демек біздің тақырыбымыз саяси идеология. Жалпы біріншіден қоғамдық өмірді жақсартуға негізделген идеялардан туындайды, екіншісі билікке негізделген идеялар туындайды. Енді осылардан мысалға біз қазір жалпы қарайтын болсақ, осы тұрғыдан алып қарайтын болсақ, негізі major ideologies, яғни ең негізгі саясаттануда қалыптасқан идеологияларды біз үшке бөліп қарастырсақ болады. Біріншісі либерализм дейді, яғни либералдық идеялар алға тартылған. Енді либералдық идеялардың негізін салушы, бұлай алып қарайтын болсаңдар, мынаны да бірақ айта өтейік, құрметті студенттер, негізі бұл идеялардың қалыптасуында 18-ші ғасыр өте маңызды рөл ойнайды. Әсіресе 1789 жыл Франция революциясымен басталған және Европадағы мынау қоғамның саяси жүйесіне де тікелей әсер етіп, саяси жүйенің өзгеруіне әкеліп соқтырған революция не болып табылады? Өте маңызды бір тарихи кезең болып табылады 1789. Неге? Өйткені сол дәуірдегі ғалымдар жаңа идеялармен қоғамды қалай жақсартуға болады? Одан бөлек белгілі бір топ қалай өзінің билігін сақтап қалуға болады? Тағы бір басқа топ ол билікті қалай өзгертуге болады? Яғни саяси жүйені. Соған байланысты не болады? Түрлі идеялар қалыптасады. Негізінде біз мынау саяси идеологияларды қараған кезде, қазір көптеген ғалымдарға сілтеме жасаймыз. Бұл ғалымдардың көбісін бүйтіп қарасаңдар, идеологияны терең зерттеген, идеяларды терең зерттеген, яғни қоғамның өмірін қалай алға қарай жылжытуға болады деген, олардың көбісі 18 мен 19 ғасырда ортаға шыққан байқауға болады. Сол сияқты мысалға либерализм негізі идеологиясында негізін қалаған ең көп ықпал етуші ғалым, бүйтіп жазып қоя салайық. Фредерик Уоткинс және Адам Смит. Енді Фредерик Уоткинстің The Year One of the Age of Ideology деген бір кітабы бар. Яғни идеология ғасырындағы бірінші жыл деген кітабы жарыққа шыққан. Одан бөлек Адам Смиттің The Wealth of Nation, яғни халықтың байлығы атты кітабы. Бұл екі ғалым негізі осы. Енді жаңа ғана біз Адам Смиттің өзі шотландиялық экономист The Wealth of Nation деген жаңа кітабы да өте маңызды дедік, яғни халықтың байлығы. Енді бұл ғалымдардың жаңа Фредерик Уоткинс және Адам Смиттің негізгі идеялары, енді классикалық либерализмнің туындауында, идеяларын алға тартуында маңызды рөл ойнады. Бұны түсініп білу үшін кішігірім мынау біз бұның алдында қоғамның саяси жүйесі деп айттық, өте маңызды тақырып. Біз қоғамның саяси жүйесін қарастырған кезде, әрине біз не қылдық? Қысқа сөзбен жазайық. Саяси жүйе ретінде қабылдаңдар. Кез келген қоғамда биліктің шоғырланған негізгі бір жүйесі бар. Бұл жүйеде біз не дедік? Мемлекет ең маңызды рөл ойнайды дедік. Мысалға саяси партиялар дедік, қоғамдық бірлестіктер дедік түрлі, және қаржы топтары дедік. Енді мысалға сендер жақсылап түсіну үшін бұл тақырыпты, яғни классикалық либерализмнің қандай идеясы бар екен, жерде қысқаша мынаны түсіндірейік. Фредерик Уоткинс және Адам Смит негізі сол дәуірде, әсіресе жаңа 18-ші ғасырда қаламға алған кітаптарын негізге алатын болсақ, ол кісілер
негізі қоғамның саяси жүйесінің ішінде мынау мемлекеттің қоғамдық саяси жүйедегі басқа да құрылымдарға араласпауға, бірақ әсіресе олар экономиканы негізге алған. Яғни, мысалға Адам Смит айтады, мемлекет нарыққа, мемлекеттің ішіндегі нарыққа араласпау керек дейді. Нарық өз-өзін белгілі бір деңгейде қарым-қатынастар орнатып, яғни сатушылар мен алушылар арасында бір қарым-қатынастар орнатып, өзін белгілі бір ережеге сүйендіріп, белгілі бір тепе-теңдікті қамтамасыз етеді дейді. Сондықтан негізі Адам Смиттің идеялары түптеп келгенде, яғни мемлекет қоғам ішіндегі ішкі нарыққа араласпау және қоғам өміріне көптеп араласпауын алға тарта отырып, негізі мемлекеттің қоғамның саяси жүйесі ішіндегі рөлін белгілі бір деңгейде төмендету қажет екенін алға тартады. Яғни оның ең негізгі құптаған тобы ол қаржы тобы. Яғни мемлекет қаржы тобына делік, енді сендердің түсінулерің үшін саяси жүйе ішінде көбірек еркіндік беру керек, қоғам өміріне араласпау керек, қоғам бір сөзбен айтқанда еркін өмір сүру керек деген бір идеяны алға тартады. Бұл не деген сөз? Бұл қоғамның саяси жүйесі ішінде мемлекеттің рөлін белгілі бір деңгейде әлсірету, азайту деген мағынаны білдіреді. Ең негізгі идея классикалық либерализмде осындай бір идеялар туындайды. Бірақ мынаны да айта кетейік, кейінгі дәуірлерде, әсіресе мынау 19 ғасырдан бастап, көбінесе мынау классикалық либерализм идеясы белгілі бір өзгерістерге ұшырай бастайды. Неолиберализм дегеніміз, модерн либерализм, яғни жаңа либералдық идеялар арға шығады. Бұл жаңа либералдық идеялардың алға шығуында әсіресе мысалға Томас Хилл Грин деген ғалым маңызды рөл ойнайды. Мынаны да бір жазып қояйық. Модерн либерализм, яғни жаңа либерализм. Жаңа либерализм негізі классикалық либерализмнен сәл өзгеше болып табылады. Бұл әсіресе 1880 жылдары жаңа Томас Хилл Грин. Грин деген ғалым маңызды рөл атқарады. Енді бұл жерде Томас Хилл Грин, енді мен жаңағын айттым ғой. Мысалға Томас Хилл Грин өзі 1880 жылдары. Көбінесе өзінің ғылыми еңбектерін алға тартады. Ал Фредерик Уоткинс, Адам Смит 1790 жылдары өзінің еңбектерін қаламға алады. Яғни, көрдіңдер ме, арадан белгілі бір уақыт өтеді. Сол уақыт аралығында Томас Хилл Грин негізі мынау классикалық либерализмді сынға алады. Қалай сынға алады? Ол айтады. Яғни, көбінесе мемлекетті қоғамның саяси жүйесі ішінен толыққанды араласпау деген идеяға қарсы шығады. Неге? Өйткені ол нені көреді? Мысалға Адам Смит өзінің дәуірінде, яғни 1700 жылдары, қоғамның саяси жүйесі ішінде мемлекеттің ішкі нарыққа, әсіресе мынау қалыптасып келе жатқан қаржы топтарына, қоғам өміріне көбірек араласпау қажет деген идеясымен не қыла бастайды? Әсіресе мынау қоғам ішіндегі қаржы топтарының күшеюіне негіз болады, жеке меншіктің. Енді жеке меншік күшейгеннен кейін белгілі бір деңгейде жеке меншік көбінесе өздерінің мүдделерін ойлай бастап, не қыла бастайды? Қоғамның жақсы өмір сүруіне бағытталған идеялар емес, көбінесе өздерінің жеке мүдделеріне негізделген идеяларды арға тарта бастайды. Осы тұрғыдан әсіресе қаржы топтары байи бастайды, ал қоғам, жаңа кәдімгі қарапайым халық белгілі бір деңгейде не қылады? Кедейленеді. Соны көрген Томас Хилл Грин айтады. Яғни, егер мемлекет делік, яғни ішкі нарыққа араласпайтын болса, онда қаржы топтары күшейіп, өз мүдделерін ғана ойлай бастайды, а бұл негізінде қоғамның жалпы барлық халықтың жақсы өмір сүруіне кері әсерін тигізеді. Сондықтан негізінде Томас Хилл Грин белгілі бір деңгейде қажет болған жағдайда мемлекет керек болса экономикаға, керек болса қаржыға не қылу керек дейді?
араласу керек дейді. Кімнің мүддесін ойлап? Қоғамның мүддесін ойлап. Өйткені біз жаңағын айттық қой, идеология дегеніміз не деген кезде Энтони Даунстың пікірінде негізге ала отырып, қоғамдық өмірді жақсартуға негізделген идеялар дедік. Көрдіңіздер ме? Яғни Томас Хилл Грин жаңа бір идея қалыптастырып жатыр. Оған дейін мемлекет қоғамның өміріне ішкі нарыққа араласпасын деген идея туындады. Бұл идея, мысалға, қазіргі тілмен айтатын болсақ, саяси жүйе ішінде қаржы топтарын күшейтті, ал қаржы топтары ол дәуірде өзінің мүддесін ойлау арқылы ұстанған, мысалға, жалпы экономикалық тағы басқа саясаттар арқылы не қылды? Қоғамның өміріне кері әсерін тигізе бастады. Бұл нені әкеп соқтырды? Жаңа неолиберализм идеяларын туындауына әкеп соқтырды. Олар оған дейінгі Адам Смиттің тағы басқа ғалымдардың пікірлерін сынға ала отырып, мемлекет енді толыққанды қатыспау қажет деген ой өріске қарсы шығады және жаңа идея алға тартады. Бұл идея не? Мемлекет қоғамның мүддесін ойлай отырып, қажетті жағдайда нарыққа араласу керек, қажетті жағдайда экономикаға тікелей араласу керек деген идея туындайды. Бұндай идеяларды не дейміз? Неолиберализм идеясы дейміз. Мысалға, қазіргі таңда біз неолибералдық идеяға негізделген белгілі бір қоғамдық бірлестіктерді, белгілі бір саяси партияларды көретін болсақ, онда олардың ең негізгі идеясы не? Біріншісі қоғам ішінде теңдікті қамтамасыз ету, екіншісі әлеуметтік бағдарламаларды алға тарту, яғни қоғамның жағдайын жақсартуға негізделген әлеуметтік бағдарламаларды алға тартады. Одан бөлек қазіргі неолибералдар мемлекеттің экономикаға, әсіресе ішкі нарыққа араласуын құптайды, құрметті студенттер. Сондықтан классикалық либерализм мен модерн неолиберализм арасында белгілі бір деңгейде өзгешеліктер бар. Бұны біліп жүріңіздер. Екіншісі, жаңа біз айттық, the major ideologies, ең негізгі идеялар. Жаңағы біз Антони Даунстың пікірін негізге алып қарастырдық. Екінші ең негізгі идеология ол консерватизм. Яғни консервативті негізгі идеялар. Консервативті негізгі идеялар дегеніміз, олар бұл да өз ішінде негізі неоконсервативті идеялар және классикалық. Біздің айтайын деп отқанымыз мынау классикалық консервативтік идеялар. Енді классикалық консервативті идеялардың негізі, құрметті студенттер, қалыптасуына ең маңызды ғалым ол Эдмунд Бёрк деген ғалым бар. Эдмунд Бёрк өзі 1792 жылы Reflections on the Revolution in France деген кітабын қаламға алады. Яғни бұны бүйтіп аударатын болсақ, Франция революция туралы ойлар деген өзінің енді революцияға қатысты қандай ой түйіндеді, бұл революция қалыптасқаннан кейін жағдай қалай қалыптасты деген бір пікірді алға тартады. Енді франциялық революция қай уақытта болды, кім айтады? 1789 жылы болды, дұрыс па? Ал Эдмунд Бёрк өзінің кітабын қашанға қаламға алады? 1792 жылы. Көрдіңдер, белгілі бір уақыт өтеді. Енді Эдмунд Бёрк сол дәуірдегі франциялық революцияны қаламға алғаннан кейін ол мынандай бір ой түйіндейді. Франция революциясының ең негізгі ой өрісі неден туындайды? Енді оны да қысқаша мына жерде айтып өтейік. Франциялық революцияда негізі жалпы қалыптасқан ең негізгі идея мынау қоғамның оған дейін қалыптасқан монархиялық қоғамдық саяси жүйені не қылу? Өзгерту болып табылады. Бұл өзгерту негізі ол дәуірде, әсіресе 1789 жылы мынау French National Assembly дейді, бір сөзбен айтқанда, яғни Францияның ұлттық ассамблеясы бар. Бұл ассамблеяда қоғамдық саяси жүйені өзгертуге негізделген және ол жүйені сақтауға негізделген жаңа бір буын қалыптаса бастайды. Біз неге мысалға консерватизм деп айтамыз? Консервативті топ негізі бұлар бар болған жүйені сақтауға негізделген идеяларды алға тартады. Консервативті топ. Яғни олар, мысалға, Эдмунд Бёрк
мынау классикалық либерализм идеясын алға шыққаннан кейін, яғни қоғамда мемлекет, енді ол дәуірдегі мемлекет кім? Біз не дедік? Бұл мемлекеттерге кім көбінесе алға тартады? Бұлар элиталық таптар дедік, мемлекетті басқарып отқан. Ал мысалға мынау қаржы топтары, бұлар контр элиталық таптар. Яғни классикалық либерализмде Адам Смит көбінесе ол дәуірдің контр элитасы кім еді? Буржуазиялық тап еді. Ал элиталық таптар кімдер еді? Олар аристократтар еді. Енді классикалық либерализм көбінесе сол дәуірдегі буржуазиялық таптың күшеюін негізделген не қылады? Идеяларды алға тартады. Бірақ Эдмунд Бёрк мысалға мынандай бір ой түйін дейді: барлық нәрсе, яғни ескіден қалған барлық нәрсені толыққанды жою, бұл негізі қоғамның дамуын белгілі бір мезетте тоқтатуы мүмкін дейді. Яғни ескі дәуірден қалған белгілі бір саяси жүйені толыққанды жамандауға немесе толыққанды оның қателіктерін алға шығаруға негіз жоқ деп айтады. Ол жүйенің де өзіндік бір қоғамға қызмет ететін кейбір оң тұстары бар деген идеяны алға тартады. Сондықтан ол мысалға франциялық революцияда біз негізі жаңағыны айттық, классикалық либерализм бұлар көбінесе мысалға толыққанды мемлекеттің экономикаға, ішкі нарыққа араласпауын алға тартатын идеялармен алға шығатын болса, ал консерватизм айтады, жоқ, толыққанды, яғни оған дейінгі қалыптасқан саяси жүйе белгілі бір мезетте қалу керек. Яғни аристократ, ол дәуірде элиталық таптар, бұл таптарды біз толыққанды жоюға келмейміз, өйткені олардың да белгілі бір мезетте ұстанған бағыттары қоғамның дамуына толық болмаса да белгілі бір мөлшерде оң тигізген іс-әрекеттері бар. Сондықтан ол жүйенің де белгілі бір деңгейде сақталу қажет деген пікірді алға тартады. Егер жүйе қоғамның саяси жүйесі деп айталық, мысалға аристократтарды біз толыққанды бұл жүйе ішінде, саяси жүйе ішінде толыққанды олардың ықпалын әлсірететін болсақ, ол қоғам ішінде жаңа буынды туғызады дейді. Әсіресе мысалға әскери диктатураны туғызуына септігін тигізеді дейді. Енді былай қарап тұрсаңдар, тарихи тұрғыдан негізі 1792 жылы Эдмунд Бёрк белгілі бір мезетте саяси жүйені толыққанды өзгертпей сақтау қажеттігін алға тартып, егер бұны толыққанды өзгертетін болсаңдар, бұл қоғам ішінде белгілі бір революциялық топтарды алға шығарып, әскери диктатураға келеді деген бір ой түйін дейді. Енді 1799 жылы, енді былай саяси тарих тұрғыдан алып қарайтын болсаңдар, Францияда не туындайды? Францияда Наполеон билікке келеді, и Францияда Эдмунд Бёрктің дәл айтқанындай не туындайды? Әскери диктатура орнайды. Яғни бұл жерде классикалық консерватизмнің ең негізгі идеясы бұрынғы саяси жүйеден белгілі бір мөлшерде халыққа оң әсер еткен тұстарын не қылу? Сақтап қалу. Сондықтан мынау классикалық консерватизмнің өзінің атауы, классикалық либерализмнің атауы, бұлар негізі консерватизм сақтау, яғни қоғамның саяси жүйесін, бұған дейін қалыптасқан жүйені сақтау, ал классикалық либерализм оны не қылу? Өзгерту деген ойларды алға тартады, құрметті студенттер. Енді бұл жерде бірақ мынаны айта кету керек, неоконсерватистік идеялар туындай бастайды. Неоконсервативтік идеалда мысалға Милтон Фридман деген бір ғалым бар. Енді Милтон Фридман негізі мынау Эдмунд Бёркпен және Адам Смиттің пікірлерін бір-бірімен, идеяларын бір-бірімен ұштастырады. Оның пікірінше, яғни уақыт өте, яғни Адам Смиттің пікіріне көбірек идеяларына негіздеп, жаңа консерватизм,
яғни неоконсерватизм деп айтқан Милтон Фридман қоғам ішінде жеке меншіктің күшеюін алға тартады. Бұл не деген сөз? Яғни классикалық консерватизм мен жаңа консерватизм, модерн консерватизм және классикалық либерализм мен неолиберализм негізі идеялары бір-бірінен мүлдем өзгеше. Бастапқы кезде классикалық либерализм жеке меншікті құптап, мемлекеттің араласпауын алға тартатын болса, ал неолибералдар уақыт өте оны сынға алып не дейді? Мемлекет керісінше ішкі нарыққа, экономикаға тікелей араласу керек дейді. Консерватизм ескі жүйені сақтап қалып, көбінесе осы тұрғыдан, яғни саяси жүйенің ең ықпалды күштерін де белгілі бір мезетте бар болған жүйені сақтауды алға тартатын болса, мынау неоконсерватизм, жаңа консерватизм болса, бұлар көбінесе жеке меншіктің, яғни мемлекеттің, әсіресе қоғам ішіндегі саяси жүйеге көп араласпауын, жеке меншіктің көбінесе өзіндік дамуын және әсіресе қоғамдағы, яғни саяси жүйе ішіндегі басқа да таптар мен топтарға көбірек еркіндік беруді не қылады? Алға тартады. Сондықтан енді бұл жердегі ең негізгі, мысалға консерватизм, әсіресе жаңа консерватизмнің идеясы көбінесе классикалық либерализмге жақын болып табылады, ал мынау неолиберализм көбінесе неге жақын болып табылады? Консерватизмге жақын болып табылады. Белгілі бір мөлшерде идеялары бір-бірінен өзгереді. Бұл әрине өзгеріс неден туындайды? Өмірдің тәжірибесінен туындайды. Сондықтан бұл жерде мысалға бұл идеялар бірақ қоғам ішіндегі белгілі бір топтың мүдделеріне не қылады? Оң әсер тигізеді. Бұл жерде тағы басқа, тағы бір ең маңызды идеология бар, оны да айта кету керек. Ол марксистік идеология. Үшіншісі. Яғни марксистік идеология, мен жаңа ғана сендерге түсіндіріп айттым ғой, Францияда бұрынғы дәуірде біз неге мысалға идеологияны оң қанат, сол қанат деп бөлеміз? Не себептен? Одан кейін центристік бағыт деп үшке бөлеміз. Не себептен? Өйткені бұл тарихи тұрғыдан бір көне дәстүр ретінде қалып қалған. Мысалға 1789 жылы делік. Мысалы, бүйтіп елестетіңдерші, мысалға мынау аудиторияны Францияның ұлттық мәжілісі ретінде елестетіңдер. Мысалға парламент ретінде. Бұл мәжілісті үшке бөліңдер. Яғни бір жағы оң қанат, екінші жағы ортасы, үшіншісіне сол қанат. Енді 1789 жылы Франция революция болғандықтан, одан кейін ол революция біткеннен кейін әр қоғамның таптарындағы белгілі бір деңгейдегі жаңағы топтың өкілдері не қылады? Бір-бірімен келісу үшін сол ұлттық ассамблеяға не қылады? Жиналады. Қазіргі парламент деп ойлаңдар. Жиналған кезде олар үшке бөлінеді бір-бірімен. Бір-бірімен араласып отырмайды. Үшке бөлінеді. Оң қанатқа кімдер жиналады? Сол дәуірдің монархиялық, аристократтық жүйені құптайтындар жиналады. Сол қанатқа кімдер жиналады? Аристократтарға, яғни сол дәуірдің елді басқарып отқан тұлғаларына, монархтарға қарсы топ жиналады. Ортаға екеуінің арасында да белгілі бір деңгейде, бүйтіп алып қарайтын болсаңдар, отыратын центристер жиналады. Сондықтан біз мынау идеялардың бәрі сол дәуірден туындайды. Неге қатысты? Билікке қатысты. Мысалға, оң қанаттағылар айтады, біз билікті сол күйінше қалдырамыз дейді. Біз ешқандай өзгеріске ұшыратпаймыз. Қоғамның саяси жүйесі қалай қалыптасты оған дейін, сол күйінше қалсын. Ол жүйе енді әрине белгілі бір кемшіліктері бар, бірақ қоғамға қызмет ететін кейбір жақтары да тұстары да бар деп ой өрістейді. Біз сондықтан мынау саясаттануда белгілі бір жүйені сақтап қалу, белгілі бір дәстүрді, ой өрісті сақтап қалатын идеяларды не деп айтамыз? Оларды консервативті дейміз. Яғни оң қанатта кімде отырған? Консервативті тұлғалар деп айтайық. Одан бөлек сол қанатта не дейді? Бұл жүйе қоғамның мүддесіне қызмет жасамайды, бұл толыққанды жүйе өзгеру керек деген идеялармен туындайды. Бұл идеялардың жаңағы негізін айттық, ол не?
Адам Смит, Фредерик Уоткинс. Яғни мемлекет қоғамның саяси өміріне араласа бермеу керек дейді. Енді ол дәуірдегі мемлекет дегеніміз не? Аристократтар. Аристократтар енді ғана аяққа тұрып келе жатқан қаржы топтарына араласпау керек дейді. Қоғамның басқа да топтарына араласпай, оларға не беру керек дейді? Көбірек еркіндік беру керек деген идеяны алға тартады. Көрдіңдер ме? Сондықтан негізі Адам Смиттің пікірі көбінесе сол дәуірдегі қаржы топтар, енді біз оны қазіргі сөзбен айтсақ, контр элита, буржуазиялық таптың мүддесіне жұмыс істеген. Бұл не деген сөз? Адам Смиттің, Фредерик Уоткинс идеясы буржуазиялық таптың қоғамның саяси жүйесі ішіндегі ықпалы билігінің несін алып келді? Күшеюіне алып келді. Бірақ уақыт өте әрине бұл, мен жаңағыны айттым, Томас Хилгрин ол пікірді өзгертеді. Неге? Томас Хилгрин айтады, қаржы топтарына енді көбірек сол дәуірдің аристократтары енді белгілі бір мезетте оларға көбірек еркіндік бергендіктен олар не қыла бастайды? Бай бола бастайды. Байлығына бай қосқаннан кейін олар тек қана өзінің жеке мүддесін ойлап кетеді, халықтың мүддесін екінші категория қояды дейді. Сондықтан олар негізі мемлекет белгілі бір деңгейде оларды бақылап ұстап отыру керек дейді. Өйткені оларды бақыламасақ, олар шектен шығуы мүмкін деген идеяны алға тартады. Көрдіңдер ме? Сондықтан бұл жерде мысалға айтып жатқан идеяларымыздың барлығы бұл тікелей қоғамның саяси жүйесінің қалыптасуымен тығыз байланысты. Мысалға марксистік теориялар неге туындады? Марксистік теориялар көбінесе мынау қаржы топтары, капитал, яғни қолында қаржысы, капиталы жинақталған. Әсіресе ол дәуірде, яғни сол 18-19 дәуірде өндірісті бақылауда ұстаған қаржы топтарының жұмысшы таптармен байланысын зерттейді. Жұмысшы таптардың байланысын зерттегеннен кейін жұмысшы таптардың мүдделерінің көбінесе тапталғандығын, жұмысшы таптардың бай таптар тарапынан көбінесе жұмыс істетіп, оларға өзінің мүддесіне сәйкес қаржын төленбеген алға тарта отырып, қандай идеялар туындайды марксистер? Неге марксизм дейміз? Өйткені марксистік идеялардың алға шығуына Карл Маркс, Фридрих Энгельс, мысалға Владимир Ленин, тағы басқа көптеген ғалымдар бар. Антонио Грамши, тағы көптеген ғалымдар бар. Сол идеяларды не қылады? Олар қалыптасады. Бұл жердегі марксистік идеялардың ең негізгі идеясы не? Ол қоғам ішіндегі жұмысшы таптардың мүдделерін не қылу? Қорғау. Олардың пікірінше негізінде жұмысшы таптар бір-бірімен бірге отырып не құру керек? Социалистік бір жүйе құру керек. Яғни идеясы сондай. Ал социалистік жүйе неге әкеп соқтырады дейді? Коммунизмге әкеп соқтырады дейді. Яғни коммунизмде егер бүйтіп алып қарайтын болсаңдар, өз жерде негізі ақша деген мысалға ой өріс болмайды, қоғамның бәрі тең болады, бәрі бай кедей болмайды деген ой өрісті алға тартады. Сондықтан мынау марксистік идея, марксизм бұл саясаттануда ең маңызды үшінші идеология болып табылады. Жұмысшы таптардың мүддесін қорғау болып табылады. Марксистер негізі қоғамды екіге бөліп қарастырады. Яғни екі топқа бөледі. Бірінші топ ол қолында капиталы бар, қаржысы бар топтар деп бөледі. Екіншісі жұмысшы тап деп бөледі. Сондықтан енді кейбір марксистер мысалға буржуазиялық тап дейді, және жұмысшы тап деп екі категорияда қарастырады. Бұл жердегі марксистер көбінесе қоғамдық саяси идеялардың барлығы неге негізделеді? Жұмысшы таптың жағдайын жақсартуға негізделеді. Сондықтан мысалға егер қоғам ішінде марксизм идеясына негізделген көбінесе мысалға саяси партиялар болсын, қоғамдық бірлестіктерді көретін болсаңдар, олардың ең негізгі мақсаты, яғни қоғам ішіндегі қарапайым халық болып табылатын, әсіресе жұмысшы таптардың мүдделерін не қылу, күшейту, әлеуметтік бағдарламалардың бәрін кімге негіздейді? Соларға негіздейді. Сондықтан бұл марксизм, яғни үш негізгі идеология бар, құрметті студенттер. Либерализм, консерватизм және марксизм. Енді әрине неомарксизм деген жаңа бір бағыт бар, модерн марксизм де бар. Бірақ олардың идеялары негізі түпкілікті бір-бірінен онша өзгермеген. Ал бірақ консерватизм және неоконсерватизм, либерализм және модерн, яғни неолиберализм пікірлері бір-бірінен өзгеше. Бұларға байланысты мен тағы қосымша сендерге мәлімет жіберетін боламын, құрметті студенттер. Егер сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойсаңыздар болады.